Саламатсыздар ма ағайын? Мынандай өмірде сұрақ бар ғой. Кейбір адамның басы жеңіл, кейбір адамның басы ауыр деп. Басты қалай ауырлатамыз? Басты ауырлату үшін кітап оқу керек. Кітап оқыған жақсы. Ол қандай ауру болса да, сіз өзіңіз ойыңызды аулақ жібересіз да, сол себептен көп жағдайда ауырмай қаласыз. Байқап отырсаңыздар, көп жағдайда бізде ойсыз адамдар көп ауырмайды. Сол себептен әрқашанда ойлану керек. Бірақ ойланғанда да жаман нәрсені ойламау керек. Тек қана жақсы өзіңізге пайдасы бар, қоғамға пайдасы бар. Ал кітаптың әрқашанда пайдасы болады. Жарайды, мен тақырыптан ауытқымай-ақ қояйын. Тағы да бізде мына сұраныс бойынша сұрақтар түсіп жатыр. Себебі мына соңғы мәліметтерге қарайтын болсақ, коронавирус деген бәле қайтып келген сияқты. Коронавирусты жаңағы көбісі біреу жаңағы антеннадан 5G-мен таратып жатыр дейді. Нақа болмаса біреу жаңағы реактивті самолет ұшып бара жатқан кезде соң артынан қалып бара жатқан, өйткені самолет сверхзвуковой. Дыбыстан да қатты жүретін болған соң артынан із қалады, соны жаңағы у шашып жатыр дейді. Енді оған сенетін біз ақымақ адамдар емеспіз, Сол себептен айтайын деген, коронавирус бұл вирус. Бұл дәлелденген, бұл енді 2 жылдан бері келе жатыр, тіпті 3-ші жылға кетіп бара жатыр. Сол себептен коронавирус бұл вирус. Көлемі 2-ақ нанометр. Сонда кішкентай ғана. Өткен бағдарламаларда біз альвеолит жайлы айтқанбыз. Альвеоланың ішіне кірген кезде сол жерде қабыну болады. Местный жаңа біздің жергілікті иммунитет бактериялар мен вирустармен күреседі деп. Ал бұл коронавирустың қулығы неде болып тұр? Бұл жаңағы ауалы тамшылы жолмен жұғады. Басқа вирустарға қараған кезде бұның жұғу қаупі жай ғана гриппті алатын болсақ, немесе тұмауды алатын болсақ, 2 адамға жұқтыратын болса, 10 адаммен контактіде болып, коронавирус кіммен кездесіп, соның барлығына жұғып кетеді. Сол себептен бізде 2020-да, 21-де үлкен дүмпулер болды. Енді коронавирус біздің жаңағы тамақ жолдарымыздан келеді, жоғарғы тыныс алу жолдарынан кіреді, төмен қарай өтіп кетеді. Өтіп кеткеннен кейін бұл жаңағы альвеолаға дейін жетіп алады. Альвеолаға жетіп алған кезде бұл жолында төтеп көрмейді. Әрі қарай не болады? Альвеоладан бұның жаңа айтып кеткендей құрамы көлемі 2-ақ нанометр. Альвеоладан ары қарай газдың түйіршіктерімен бірге қан жүйесіне өтіп кетеді. Қан жүйесіне өтіп кеткеннен кейін қабыну сол қан жүйесінде пайда болады. Бүкіл ағзадағы емес әрине, өкпедегі альвеоланы қаптап тұрған өрмекшінің торындай қан тамырлар қабыну басталады. Сонда альвеола ішінен емес, сыртынан қабынады. Сол себептен бұны интерстициалды пневмония деп атайды. Интерстициалды пневмония қалай емделеді? Бұл жаңағы антибиотикпен, нақа болмаса тағы да басқа дәрілермен альвеоланың ішінен шығарып тастай алмайсыз. Бұл қан жүйесіне кетіп қалды. Қан жүйесіне кеткен соң бұл басқа жерге де инфекция шақыруы мүмкін. Байқап отырсаңыздар, ковид кезінде көп адамдарда қан ұйып қалу көп болды, тромбоздар көп болды. Көп жағдайда кімдер осыдан жапа шекті? Жапа шеккен адамдар, үлкен кісілер, кімде созылмалы аурулары бар. Сол созылмалы аурулары бар адамдар көп жағдайда бізде осы ковидпен қатты ауырып, төсек тартып жатып қалуға душар болып жатты. Енді коронавирустың мысалға қалай емдеу керек? Бұл жайлы түпкілікті айтатын болсақ, бұл үлкен тақырып. Бұны блок-блокпен айтқан дұрыс болады. Бірақ егер де сіздерге қызық болатын болса, келесі бағдарламаларда осы ковидті бөлек айтсақ болады. Ал енді сіздерге айтарым. Мысалға, коронавирустан қалай қорғануға болады? Әрине, егер де біздің елімізде қазір қайтадан осы коронавирустың көлемі ұлғайып жатса, маска немесе бетперде таққанның ешқандай да ұяты жоқ. Әнші адам немесе атақты адамдардың барлығы бетперде тағып жүреді, танып қоймасын деп. Сол сияқты өзімізді бір жұлдыз сезім жүре тұрсақ болады. Нақа болмаса, қолыңызды әрдайым антисептикалық ерітіндімен жуып жүргендеріңіз дұрыс болады. Және де көп қоғамдық орындарға бармай қойған дұрыс. Бұл ауру келеді, өзінің кезеңі бар, басылады. Сол кетіп қалған кезде жаймендеп қайтадан жақындарыңызбен, достарыңызбен көріссеңіз болады. Сөйтіп сіз өзіңізді коронавирустан қорғайсыз. Ал енді мынандай сұрақ туындап қалуы мүмкін. Бетперде кигеннің өзінде мен коронавируспен ауырып қалдым ғой деп. Әрине, бетперде енді сізді 100% қорғамаса да, сізге жөтелген немесе қасыңызда өткен адамның шыққан вирустың 90% ұстап қалады. Сонда сізге кіргені 10% болады. 100% кіріп ауырған дұрыс па, әлде 10% кіріп ауырған дұрыс па? Сол жағын ойланып қалған дұрыс. Жеңіл кірсе, өзіңіздің иммунитет емделіп кетіп жатады. Сол себептен ковидтің жеңіл түрімен адамдар ауырып жатады.
нақа болмаса тіпті симптомсыз өтіп те кетеді, тіпті ковидтің болғанын білмей де қаласыз. Ал егер де мен денсаулығыма сенем деп жүретін болсаңыз, әрине ковид сізді құлатып тастауы мүмкін. Ана баяғыда жас кезімізде айтып жататын еді ғой, үлкен кісілер емес, ана жас балалар бір-біріне, не денсаулығыңа қатты сеніп тұрсың ба деп. Сол себептен ковид кезінде денсаулығымызға қатты сенбей қояйық. Денсаулығымызға қайта біз көмек берейік. Көмек беретін болсақ, біз ауырмаймыз. Сол себептен бұл жерде де жырвидағыдай сорпа ішіп, шай ішіп, әрине, егер қасыңыздағы адамдардың барлығы ауырып жатса, вирусқа қарсы дәрілерді қабылдаған дұрыс. Бірақ вирусқа қарсы дәрілердің түрі көп. Әрине, бұны дәрігермен кеңесіп алған дұрыс. Себебі коронавирус нені көрсетті бізге осы уақытқа дейін? Коронавирус көп жағдайда үйлік жағдайда емделуге келмейтінін көрсетті. Міндетті түрде дәрігерге барып қаралған дұрыс. Себебі коронавирустың жеңіл түрде деп сіздің өкпеңізден қанға өтіп, басқа жерден асқынулар туғызуы мүмкін. Қан тамырларының үйіп қалуы, жүрек жетіспеушілігі, және де мына жаңа айтып кеттім ғой, бас деп. Осы бастағы біздің нәзік ми қылтамырларын бітеп, инсульт, инфарктқа алып келуі мүмкін. Сол себептен сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Ковидтің басқа да түпкілікті қалай жүретінін түсіндіріп берсеңіз, ол жағында айтып береміз. Сау болыңыздар.